Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай нәзік пончиктер жасайтын боламыз. Алдымен сүтті отқа қойып, сары майды қосамыз. Араластыра отыра сары майды ерітіп аламыз. Үлкенде ыдысқа май қосылған сүтті құямыз. Оның үстіне 40 грамм қант, 2 шай қасық ашытқа және 1 жұмыртқа саламыз. Шай қасықтың 1/3 бөлігіндей тұз қосуды ұмытпаңыз. Барлығын жақсылап араластырып 10 минутқа қойып қойыңыз. Одан кейін 370 грамм ұн қосамыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырды пакетке салып, жылы жерге 1 сағатқа орап салып қойыңыз. 1 сағат өткеннен кейін қамыр осындай көтеріліп, әп-әдемі болады. Оны алып жаямыз. Қалыңдығын шамамен 1 см қылып жайып алыңыз. Кез келген домалақ заттың көмегімен пончиктерді қиып аламыз. Ол кесе немесе бокал болуы мүмкін. Кішкентай домалақтың көмегімен ортасын бөліп алыңыз. Осыдан кейін барлығын целлофанның астына 10 минутқа демалдырып қойып қойыңыз. Енді бетіне шоколадный глазурь жасайтын боламыз. Ол үшін 6 шай қасық какао, 6 шай қасық шекер және 60 грамм сары майды 4 үлкен қасықпен сүтті араластырамыз. Үзбей араластырып тұруға тырысыңыз, сол кезде глазурь өте жақсы шығады. Дайын пончиктерді майға салып қуырамыз. Майдың қатты қызып кетпеуін қадағалаңыз, өйткені сіздің пончиктеріңіз күйіп кетуі мүмкін. Байқап тұрып осылай сап-сары қылып қуырып алыңыз. Асықпай, содан кейін глазурьге батырасыз. Мен бетіне кондитерский посыпка, кокосовый стружка және грецкий орех септім. Ас болсын. Сіздермен болған Гүлфайрус.